Сәлем қыздар. Бүгін міне хворс пісіріп үйретемін. Хворс пісіру өте оңай, әрі жылдам пісіреміз. 2 жұмыртқадан даяр болатын хворс. Барлығын описаниеге тастаймын. Қазір пісіріп көрсетемін. Пісіріп көрсеткен өте ыңғайлы, сон үшін мұқият қараңыздар. Маған тіркеліп. Сәлем қыздар. Бүгін міне мен хворс істеп үйретемін. 2 жұмыртқа, оған керегі ұн, су кішкене. Су керек болады. Бұл суға осы тұзды саламыз. Бұлғаймыз бұны. Жақсылап тұз ерігенше бұлғаймыз. Біреулер тұзды қамырға салады. Мен тұзды суға кішкене суға ертіп салған жақсы көрем. Қамырға салсам дұрыс ерімейді, қыздар. Суға кішкене суға хворс пісіретін болсаңдар, ертіп алып салған дұрыс. Біршама еріп қалды, кішкене қалыпты. Осылай ертіп алып қамырға саламыз. Енді осы ерткен тұзымызды жұмыртқаның үстіне құямдағы. Екеуін араластырып алам. Енді осылай тек қамырға салып, қамыр жасаймыз. Міне қамырымызға жаңағы суды құйып, жұмыртқамызбен. Мен қолмен илеген жақсы көрем. Жақсылап илейміз. Өзі қара тастай қамыр болады. Қамырымыздың ұны 2 зуаладай, кішкентай 2 зуала. Қамырымыз даяр. Кішкентай 2 зуала шықты. Осыны қазір зуалап, кішкене бойын алуға қоямыз. Міне зуаламыз даяр. Кішкене 2 зуала бойын алуға қоямыз. Кішкене 20 минуттай, 20 минуттан кейін жайлап жайып пісіріп бастаймыз. Қамырымызды жаямыз. Енді осылай болып, бос болып тұрады. Бос емес, енді мықтыдан да жұмыртқаға айленгесін. Жайлы жаюға. Қазір жайып көрсетем. Міне осылай жайып жатырмын қазір. Бұлай не қылғанмен қатты хворстың қамыры мықтылау болады, жұмыртқаға айленгесін. Сон үшін асықпай жайған дұрыс. Міне, мен қамырым жайып болдым. Даяр, міне. Пісіруге жұқа қамыр. Сондай қамыр болу керек. Міне осылай қылып кесіп шыға береміз. Осындай мен кескен жөн, себебі осы ыңғайлы хворсқа не. Осылай жіңішке қылып, міне. Жіңішке болады. Ені де осындай жіңішке болған дұрыс. Тамаша болып шығады не. Пышақпен кессеңіз де болады, қыздар. Әркім әрі қалай енді. Мен осымен кесем, айналасы әдемі шығады хворстың не. Осылай кескен күшті, қыздар. Міне қыздар, майымыз қызды. Мына қамырымызды алып, міне майға бұлай вилкімен орайын мен. Өзі пісіп бара береді. Главное, май қызып тұру керек. Осылай ұнамаса жинақы қылғыңыз келсе, 2 шетін ұстасаң, өзі жинақы болып қалады. Біреулер жай қойып пісіреді негізі.
Маған тез қатты қойған жақсы, тез орайсың, тез пісет, тез тоқтата қоясың сосын. Пісіру өте оңай. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңдер, қыздар. Пайдалы ақпараттар көп болады. Біздің хворсымыз дайын болды. Өте тамаша. Жасалу жолы оңай, қыздар, жасап қараңдар. Бетіне сахарный пудра сепсеңіз, вообще күшті болады. Менде бітіп қалыпты, қыздар. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Описаниеда барлығын қайталап жазып кетем. Жасалу жолдарын, қалай майға салғанда ыңғайлы. Негізі вилкамен пісіргенді ыңғайлы, тез пісет себебі. Көп адамдар палочкамен пісіреді ғой. Палочка тайып кете береді. Вилка ұстап қалады, қыздар. Вилканы шаншқымен қамырды шаншып алғасын. Жақсы ұстап қалады. Вилкамен істеуге кеңес берем, қыздар. Өте тамаша, жасап қараңдар. Тіркеліп кетіңдер.